Бүгінгі дәрістің тақырыбы биологиялық материалдан минерализация арқылы оқшауланатын заттарға химия-токсикологиялық талдау жасау. Соның ішінде металлдық улар. Металлдық улар тек қана минерализация арқылы ғана оқшауланады. Дәріс жоспарында біз негізгі 9 бағытты алып отырмыз. Бірінші ол ситуациялық есептер болатын болса, металлдық улар кейбіреулердің токсикологиялық маңызы, металлдық уларды оқшаулау, металлдық уларды бөлшектеу және жүйелі талдау әдісі қарастырылады. Сондай-ақ металлды уларды талдаудың органикалық реагенттерін қолдану, биологиялық материалдан минерализация әдісімен оқшауланатын улы қосылыстар тобы, аталған топтың улы қосылыс өкілдерінің жалпы сипаттамасы. Сондай-ақ металл улар оқшаулау әдістерінің ерекшеліктері және биологиялық объекттерден оқшаулаудың құрғақ және дымқыл минерализация әдістері жоспарға қарастырылып, осы жоспар бойынша төменде келтірілген бөлімдер қарастырылады. Металлдық улар дегеніміз не? Маңызды металлдық уларға барий, қорғасын, бисмут, кадмий, марганец, мыс, мырыш, сынап, күміс, талий, хром, мырыш және басқа да металлдардың қосылыстары жатады. Сонымен қатар кейбір табиғаты металл емес қосылыстар да күшән, су, тағы басқа кіреді. Минералдау арқылы оқшауланатын улы заттар тобы бұл қоршаған орта экологиясы және ауыр металлдар мен мышьяк қосылыстарымен улану таратылады. Топтың жалпы сипаттамасында физикалық химиялық қасиеттер және улылық механизм, токсикокинетика, сорғылы, таралуы, бөлініп шығу қарастырылады. Металлдық уларды ашу бұл суретте келтірілгенде химия-токсикологиялық талдауда минерализация әдісі биологиялық материалды металлдық уларға тексеру кезінде жүргізіледі. Бұл улар тұздар негізінде, тұздар, негіздер және басқа да қосылыстар түрінде ағзаға тағамдық канал арқылы түсіп, қанға өтіп улануға алып келеді. Олар ағзадағы ақуыз, пептид, амин қышқылдары және басқа да өмірлік маңызы бар қосылыстармен байланыс түседі. Венозды қан дейміз және цитоплазма болды. Клеточный мембрана, жасушалық мембраналар бұл жартылай өткізгіш болып табылады және пассивті диффузия арқылы. Және сулы қалыптағы ДНК мен жаңағы ісік жасушалар осы суретте көруімізге болады. Металлдар ағзаға өтуі жүргізілетін. Металлдық уларды ашу. Мұнда суретте келтірген жалпы токсикологиялық химия оқулығы жоғары оқу орындарына арналған плетневый Москва Геотар баспасынан шыққан 2005 жылы 512 беттік. Онда арнайы суреттер арқылы металлдық уларды ашу қарастырылған болды. Металлдық уларды оқшаулау үшін биологиялық материалдар металлмен байланысқан органикалық заттарды бұзу қажет. Содан кейін минерализация сапалы және сандық реакциялар арқылы сәйкес металлды анықтайды. Яғни органикалық заттарды бірінші біз бұзуымыз қажетпіз. Металлмен байланысып кеткен жаңағы биологиялық биоматериалдардан. Содан кейін бар минерализация сапалы және сандық реакциялар арқылы сәйкес металлды анықтаймыз. Органикалық заттарды минерализация бұл оқшаулау тәсілдері дейміз, яғни құрғақ және дымқыл күлдеу, осы екі тәсіл бойынша жүргізіледі. Құрғақ күлдеу ол органикалық заттарды ауа қатысында қыздыруға негізделген әдіс болып табылады. Бұл әдістер фарфорлы, кварцты, платиналық тегелдерде жүргізіледі. 1-10 грамм өлшемді алынады бастапқыда, сосын тегелде 300-400 градуста қыздыру арқылы құрғақ күлдеу әдісі жүргізіледі. Бұл әдістің кемшілігі кейбір металлдардың немесе олардың қосылыстарының ұшуы, кейбір металлдардың тегел материалдармен әрекеттесіп байланысқа түсіп кетуі кемшілігі болып табылады. Яғни органикалық заттарды ауа қатысында қыздыруға негізделеді. Келесі әдіс бұл балқыту тәсілі. Балқыту тәсілі химия-токсикологиялық талдауда органикалық заттарды сілтілі металлдардың нитраттарымен немесе карбонаттарымен балқыту құрғақ күлдеуге қарағанда бұл жиірек қолданылады. Фарфорлы чашкада 1-2 грамм зерттелетін зат 4-6 грамм қоспақ, 2 бөлік бұл натрий карбонаты, бірінші бөлік натрий нитраты болып табылады. Су моншасында құрғағанша кептіреміз және фарфорлы тегелге порциялап ауыстыру, әр порцияны келесі порция балқығанша жүргіземіз. Сулы минерализациясы. Дымқыл күлдеу немесе сулы минерализациясы бұл органикалық заттарды
сұйық фазада орналасқан түрлі тотықтағыштармен бұзылған негізделген. Хлор, күкірт, азот қышқылдарымен минерализация әдісі минерализацияның жоғарғы жылдамдықта болуын қамтамасыз етеді. Бірақ қауіпсіздік ережесі дұрыс сақталмаса, хлордың жарылуы мүмкін болып қалады. Бұл сулы минерализация әдісі. Оксид, тоз және басқа қоспа күйінде кездесетін металды булар көбінесе асқазан ішек жолдары арқылы оның сәйкес бөлімдеріне түсіп қанға сіңеді де улануды шақырады. Темір мен цинк, молибден мен ванадий, мыс пен кобальт, сонымен қатар басқа да көптеген химиялық элементтер адам ағзасында өте аз мөлшерде, оның -3 дәрежесінде, оның -10 дәрежесінде кездеседі. Алайда олардың көпшілігі немесе артықшылығы ағзаның патологиялық процестеріне алып келеді. Металдар жер қабатының элементтері, яғни олардың нағыз көзден әсер ету сөзсіз. Адам организмдегі гомеостаз, синтез немесе биологты заттардың ыдырау процестері металдардың иондарымен байланысты болып келеді. Элементтердің сәйкестік әсері асқорыту ферменттерінің белсенділігі немесе асқазан ішек жолдарының қабырғасындағы фосфорлану процесі арқылы жүреді. Сонымен қатар тура емес әсердің жүруіне, мысалы, көбею стимуляциясы арқылы және асқазан мен асқазан ішек жолдарының микрофлорасының белсенділігі арқылы жүреді. Синергетикалық механизмдер ұлпа мен жасуша метаболизм деңгейінде функционирлейді. Организмде элементтер металл және металл еместер дәрежесі келесідей болу керек. Макроэлементтер сутегі, оттегі, көміртегі, азот, фосфор, күкірт, хлор, кальций, калий, натрий, магний, ферм болатын болса, микроэлементтер қатарында мына төменде келтірілген мырыш, фтор, стронций, молибден, мыс, бром, кремний, цезий, йод, марганец, алюминий, қорғасын, кадмий, бор, қорғасын, плюс, селен, хидраргон, ванадий, мышек және лисит микроэлементтер. Ал ультрамикроэлементтер кобальт, хром, никель, күміс, бериллий және осы элементтер келтірілген. Металдар мен басқа элементтер, мысалы, селеннің, мышақтың токсикалық анықталған кезде осы топ токсиканттардың ерекше және әртүрлі физикалық және химиялық қасиеттерін ескеру керек. Металл қосылыстарының сұйықтықтарда ионизациялану қасиеті токсиканттардың абсорбциясына таралуына және шығарылуына әсер етеді. Элементтердің қоршаған ортада өсімдік және жануар организмінде әртекті химиялық формада элемент ионды ковалентті жиі координациялық тіршілік ету олардың химиялық және токсикалық қасиетіне әсер етеді. Қосылыстарда металдың тотығу дәрежесі мен химиялық жағдайы оның токсикалығын әлдеқайда жоғарғы әсер көрсетеді. Металдың тұздары, металдың ионды формасы, токсикалық қасиетке, олар комплекс түрінде байланысқан металдарға қарағанда ерекшеленеді. Мына суретте көргенімізде доза эффект тәуелділігі организмнің қалыпты тіршілік жағдайын қамтамасыз ететін әр эссенциалды элементтің оптималды концентрациясы диапазоны болады. Бұл 3 миллиграмм. Ауданына бойынша доза. Бірінші металдық элемент кемшілігі 2 мен 4 металдық элемент болып табылатын болса, онда шекара аймақтары 2 мен 4 арасы шекара аймақтары және оптималды әсер. 5-ші бұл токсикалық әсер болып табылады. Кешіріңіздер, токсикалық әсер. Бұл сурет токсикология химия, яғни метаболизм мен уытты заттарды талдау жүргізілетін. Арнайы сурет ретінде доза эффект тәуелділігі келтірілген. Екінші суретте әртүрлі биохимиялық процестер мен физиологиялық көрсеткіштерге элементтердің синергетикалық және антагонистік әсерлері. Бұнда келтірілген әрбір элементті қарап тұрсақ, антагонизм, синергизм, мышектер мен селенде антагонизм, марганец, темір және антагонизм қорғасында, кадмийде, сынапта, кадмийде, селенде, алюминийде антагонизм, энзим белсенділігі, бета лимфоциттердің белсенділігі, индукция, энзимнің белсенділігі және антагонизм. Ылғалды минерализация әдісімен биообъекттерді мышақ және ауыр металдардың
белгісіз қосылыстардың оқшаулау әдістерін меңгеру. Биологиялық объектілерде минерализация әдісін оқшауланатын заттар тобы бұл металдық улардың жалпы сипаттамасы болып табылады. Адам ағзасының өмірге маңызды функцияларын реттеудегі макро және микроэлементтердің рөлі және маңызы, металдық улардың токсикалық уықтылық дәрежесі, физикалық химиялық қасиеттері мен токсикалық механизмі, биологиялық объектілерден ауыр металдардың қосылыстарын оқшаулаудың жалпы әдістері, биологиялық объектілердің ауыр металдардың қосылыстарын оқшаулау әдістері, жалпы және ылғалды минерализация әдістері, биологиялық объектілерді мышақты оқшаулау әдістері. Химия токсикологиялық талдауда минералдандыру әдісі биологиялық материалды мәйіттердің ағзаларын, биологиялық сұйықтықтарды, өсімдіктерді, азық-түлік өнімдерін және тағы басқаларды, металлуларды, осы материалдарды бар жоқтығын зерттеген кезде қолданылады. Адам организміндегі элементтердің мөлшерін білу адам денсаулығына, макро және микроэлементтердің артықшылығының, жетіспеушілігінің және ұлпалар бойынша таралуының бұзылғандығын анықтауы қажет болып табылады. Сол себептен адам организміндегі элементтердің мөлшерін біліп тұрған артық қажет етпейді. Биологиялық материалда металл уларының бар жоқтығын зерттеу үшін металдар байланысқан органикалық заттарды қосып, оларды ион жағдайына көшіру керек. Осы мақсатта қолданылатын әдістер екі топқа бөлуге болады. Бір құрғақ гүлдендіру әдістері және дымқыл гүлдендіру, немесе дымқыл минералдандыру әдістері деп аталады. Органикалық заттарды минералдандыру әдісі таңдалуы зерттелетін элементтердің қасиеттеріне, талдауға келіп түскен биологиялық материал сынамасының санына және тағы басқа байланысты болып келеді. Биоматериалда элементті анықтау сынамасы екі этаптан тұрады. Бұл элементтерді биологиялық сынамадан биомолекулярлы деструкция жолымен оқшаулау және оны талдауға ыңғайлы күйге, мысалы сұйықтыққа ауыстыру. Элементтік анализде қолданылатын адамның биосубстраттары және сынама үлгілерін дайындау бұл бірінші кестеде көрсетіледі. Минерализация кезеңдерінің ішіндегі ең жауаптысы болып табылады. Минерализация мақсаты бұл анықталынатын элементтерді жоғалтып алмай, органикалық матрицаны жою, яғни минерализацияның дәстүрлі құрғақ әдісі муффит пештерінде бұл қыздыруға 1150 градусқа шейін Цельсийға дейін негізделген әдіс болып табылады. Дымқыл гүлдендіру минерализацияның кең тараған түрі концентрлік қышқылды тотықтырғыштармен, мысалы азот, күкірт, кейде хлормен өңдеуге негізделген. Микроэлементтерді анықтауда автоматтандырылған вариантта ұсынылған микропроцессорлармен жабдықталған классикалық әдістерді қолданады. Биомедициналық зерттеуде биологиялық материалда болатын элементтердің жалпы мөлшерін анықтайды. Биоматериалда элементтерді анықтау сынамасы екі этаптан тұрады. Элементтерді биологиялық сынамадан биомолекуларлы деструкция жолымен оқшаулау және оны талдауға ыңғайлы күйге, мысалы сұйықтыққа ауыстыру. Элементтік анализде қолданылатын адамның биосубстраттары және сынама үлгілерін дайындау бірінші кестеде көрсетілген. Минерализация кезеңдерінің ішіндегі осы жауапты кезең деп атап отырмыз. Осы элементтерді жоғалтып алмай, органикалық матрицаны жою арқылы минерализацияның дәстүрлі құрғақ әдісі муффит пештерінде қыздыруға негізделгендігін атап отырып, біз осы концентрлік қышқылды тотықтырғыштармен, мысалы азот, күкірт, кейде хлормен өңдеуге негізделгендігін атауымызға болады. Микроэлементтерді анықтауда автоматтандырылған вариантта бұл микропроцессорлармен жабдықталған классикалық әдістер болып табылады. Деструкциялау саналынады. Аналитикалық дайындыққа бұл химия токсикологиялық талдау жағынан анықталынады. Анализ типімен бағытталған немесе бағытталмаған. Клиника токсикологиялық талдау немесе допинг бақылау және тағы басқа бақылаудың түрлері. Үлгінің биологиялық матрица типімен биологиялық сұйықтықтар, мүше ұлпалары және тағы басқа. Бұнда оқшаулау әдісін таңдау үшін қолданатын заттар, физикалық химиялық қасиеттер, экстракция, сорбция, су буымен айдау, дистилляция және тағы басқа әдістерді атап өтуімізге болады. Химия токсикологиялық талдауда жеке тапсырмалармен ұшқыш және металлуларды, пестицидтерді және тағы басқа оқшаулау. Процедураны орындау техникасымен лиофилизация, диализ және тағы басқа қолданылады. Практика кезінде химик токсиколог рационалды оқшаулау сызбанұсқасы техникасын таңдағанда барлық 5 позицияны ескеру қажет. Бірінші бұл мышақ қосылыстары адамдар мен мал, жануарлардың организміне күшті токсикологиялық әсер беретін заттардың қатарына жатады. Химия токсикологиялық талдауда қолданатын мышақты табу әдістері. Оны мышақты сутекке ауыстырып, одан әрі мышақты сутекті Зангер-Блейк реакциясының көмегімен
перидиндегі күміс диэтил диокарбонатының ерітіндісімен реакцияның және марш реакциясының көмегімен анықтауға негізделген. Осы реакциялардың барлығында мышақ қосылыстарының ұшқыш және өте улы мышақты сутегі бөлініп шығады. Сондықтан да жоғарғы аталған мышаққа реакцияларды орындаған кезде абай болған жөн. Қауіпсіздік шарасын сақтау қажет. Алғашқы екі реакция алдын ала реакциялар болып табылады. Олар теріс нәтиже берген кезде минерализатты әрі қарай мышақтың бар жоқтығына тексеру, зерттеу тоқтатылады. Аталған реакциялар мышаққа оң нәтиже берген кезде қосымша марш реакциясын орындайды. Міне біз атап кеткен бірінші кесте бұл элементтік анализде қолданылатын адамның биосубстраттары және сынама үлгілерін дайындау. Матрицасымен жалпы сынамалар дайындаудың типтік сынамалар дайындау. Қан мен зәр, сары су, қан және тіндер алынған кезде, бұлшық тіндер, май тіндер алынған кезде, шаш алынған кезде қандай сынаманы дайындау типтері. Суда қайта иондалған суда ерту, құрғақ күлдеу әдістер жүретін, азот қышқылындағы ерту, құрғақ күлдеу әдістер жүретін. Марш реакциясы мышақ қосылыстарының бөліну кезінде сутекпен және осы кезде пайда болған мышақты сутектің кейініректегі термиялық ыдырауы кезінде қалпына келуіне негізделген. Мұнда көрсетілген бұл сурет арнайы токсикологиялық химия кітабынан Калентинаның 2008 жылғы Геотар баспасынан шыққан 16 беттік кітабынан алынған болатын. Бұл марш реакциясы, яғни суретте көрсетілгенде бұл аппарат зангер бұл аппарат деп аталынады. Бірінші бізде колба келтірген, екінші насадка дейміз, және бұл арнайы насадкада мақтамен толтырылған, сосын үшінші қағазбен суланған қағазды, яғни хлор болмаса бром, хлор ерітіндісімен болмаса сынап бронилімен зерттеуге арналған. Мышат оксидіне суландырылған деп тұрмыз, сонда түсіне өзгеруіне байланысты реакция кеткен. Осында мышақ қосылыстарын бөліну кезінде сутекпен пайда болған мышақ сутектің термиялығы көруімізге болады. Марш реакциясын арнайы аппаратта орындайды. Бұл мұнда келтірген бірінші колбада бізде екінші тамызықшы воронка, үшінші хлор кальций түтікшесі және төртінші қалпына келтіретін түтікшені, арнайы түтікшені қыздыру арқылы түтіктің өзгеруіне арқылы біз марш реакциясынан білуімізге болады. Металдың бар жолы. Леталды жағдайдағы адам организм биосүйықтықтар мен тіндердегі мышақтың құрамы. Интоксикация индикаторларына келетін болса, мышақтың концентрациясы 0,1 миллиграмм литрден көп, шашта 1 және 47 миллиграмм килограммда, плазмада 0,1 миллиграмм литрден көп, қанда 0,1 және 1,6 миллиграмм литратин. Адам үшін мышақтың токсикалық мөлшері 5-10 миллиграмм леталды мөлшер болып табылады. Мышақ оксиді 50-340 миллиграмм. Биосубстраттарында қанда, мида, бауырда және жалпы көрсеткіштері бүйректе, селезенкада көрсетілген. 3,3, 1,7, 29, 8,8 миллиграмм килограммға. Ситуациялық есеп. Осы металдық уларға қатысты ситуациялық есеп химия-токсикологиялық сараптамаға зардап шеккен ауыл тұрғындарынан алынған биосынамалар жеткізілді. Істің мән жағдайы бұл кішкентай өндірістік ауылдың тұрғындар 3 айға жоқ көрші өндіріс орнын тазарту құрылыстарының сынуына байланысты токсиканттардың созылмалы улану әсері ұшырады. Топырақ және суға кадмий, қорғасын, талий, барий, марганец тұздары және сынаптың органикалық туындысы, метил сынап өткен. Жоғарыда аталған токсиканттармен улануы жеңіл және ауыр түрлер клиникалық көріністер 80% үлкен адамдар мен балаларда байқалған. Биологиялық объекттерден ылғалды минерализация.
әдісімен ауыр металдардың және мышьяктың белгісіз қосылыстарын оқшаулаудың және анализдің жоспарын құрастыру. Минерализация үшін биологиялық материалдың сынамаларын таңдау және дайындау, биологиялық материалда металдық оларға тексеру кезінде сараптамаға мәйіт ағзалардың бауыр, бүйрек, асқазан ішіндегісінің биологиялық сұйықтықтар, зәр, қан, тағам өнімдері және басқа объектілер алынады. Әрбір сараптамаға қажетті зерттелетін материалдың мөлшері зерттеуге түскен объектінің жалпы массасына және істің жағдайына байланысты. Мұндай мәлімет болмаса, биологиялық материалдан 100 грамм алынады. Биологиялық материалдың әрбір сынамасы бөлек минерализациялайды, сынамалардың араласуына жол берілмейді. Минерализацияның қай түрі болса да қауіпсіздік ережелері сақталу керек. Колбалардан ыстық және қышқылданған атпалау қышқылдарын ыстық. Сол себепті мұқият болу қажет. Ақпарат. Зертханаға, химия-токсикология лабораторияға металдарды фотоэлектрокалориметрия, спектрофотометрия, атомды абсорбционды спектроскопия, индуктивті байланысқан плазмалы атомды эмиссионды спектроскопия, индуктивті байланысқан плазмалы және масс спектрометр детекторлеуші атомды эмиссионды спектроскопия әдістерімен анықтау мүмкіндігі бар. Химия-токсикология лабораторияда экспертизаны химиялық әдістермен жүргізу үшін қажетті барлық реактивтер бар болуы қажет. Зерттеу мақсатында біз кадмий қорғасын, талий, барий, марганец тұздары мен метил сынаптың анықтауына химия-токсикологиялық зерттеу жүргізу. Берілген биобъектілердің химия-токсикологиялық сараптамасының жоспарын жүйелік химия-токсикологиялық сараптамасының методологиясын негізделе отырып құрастыруымыз қажет. Лаборатория заманауи принциптерге негізделіп жұмыс істеуі және қазіргі ұсыныстарға, талаптарға, аналитикалық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілуі барлығы дұрыс жағдайда қамтамасыздандырылған болу қажет. Есепті шешу кезінде токсиканттардың физикалық химиялық қасиеттері, олардың токсикокинетика және метаболизм туралы білімді қолдана отырып, біз биобъектіні таңдау арқылы ақпаратты келтіреміз. Токсиканттардың физикалық химиялық қасиеттері туралы білімді және сіз таңдаған анализ әдістерін ескере отырып, токсиканттың оқшаулау немесе сынама дайындауды жүргізу туралы ақпарат. Токсиканттарды сандық анықтау және идентификациялау әдістері, олардың сезімталдығымен, спецификалығын, олардың жетістіктері мен кемшіліктерін ескере отырып, таңдауымыз қажет. Таңдалған сандық талдау әдісін негіздеу, оны жүргізудің жоспарымен жолын сақылап көрсету, математикалық формулаларын көрсету қажет болса, есептеулерді жүргізе білу керек. Сандық талдау нәтижелерін талдауымыз және токсиканттарды анықтау туралы қорытынды беруіміз қажет. Металдық қосылыстар мен уланудың түрлері. Мақсаты бойынша бұл криминалды, қылмысты, суицидалды, шынайы және демонстративті, ағзаға түсу жолы бойынша бұл пероралды, ауыз қуыс арқылы, ингаляционды тыныс мүшелері, перкутантты, тері беті, инъекционды свет, жылан, насекомдар шағуы, қуыстар арқылы тікшек, құлақ қуыс тағы басқалар болып табылады. Уланудың көзі экзогенді токсикант сыртқы ортадан түсуі және эндогенді интоксикация ағзаға түскен улы зат метаболиттерімен улану болып табылады. Металды булар токсикологиялық маңызы. Токсикологиялық маңыздылығы басым металдар: мышьяк, сурма, қалайы, сынап, веснут, мыс, кадмий, қорғасы, күміс, мырыш, хром, марганец, талий, никель, кобальт және барий болып табылады. Маңыздылығына байланысты, осы токсикологиялық маңыздылығына байланысты басым болып келетін металдардың топтары. Биологиялық нысандарда химия-токсикологиялық талдауда кездесетін сирек металдар бұлар: бериллий, ванадий, молибден, вольфрам, селен, теллур, тағы басқа. Қазақстан Республикасында металдық улармен улану жалпы уланулардың бір ғана пайызының шамасына сәйкес келеді. Ауыр металдар қосындылар және мышьяк ағзаға түсу бойынша бұл пероральды, ингаляционды, тирар арқылы және шырышты қабық парентеральды ендіру деп табылады. Пероральды улануда металды қосылыстар асқазан ішек жолдарына ионды түрде сіңеді. Негізгі сіңу аймағы 12 сақиналы шек пен ащы шектің бастапқы бөлімі болып табылады. Қанда металдар ионы амин және майлы қышқылдармен кешенді қосылыс түрінде айналымда болады. Металдық қосылыстар белоктармен тұрақты қосылыс түзіп тасымалданады. Металдардың белоктармен тұрақты кешенді қосылысы нәтижесінде ферментті жүйелер қызметін бұзуы,
және осыған байланысты жасушалар мен тіндерде дисфункция дамып өлімге әкелуі мүмкін. Нәтижесінде жедел және созылмалы улану дамиды. Ауыр металдар мен мышьяктың ағзадан бөлінуі. Бүйректер, бауыр, өкпе, асқазан және тоқішек, шырышты қабығы, тері, сілекей бездері. Нәтижесінде осы ағзалардың уды шығарғыш аппараттарының қызметі бұзылуы мүмкін. Ауыр металдар қосындылары және мышьяк келесі ағзаларға таңдамалы улы болып келеді. Бүйрекке, бауырға, сондай-ақ тоқішек, эритроцитке, жүйке жасушалары. Жалпы мәліметтерге сүйенетін болсақ, 1924-1925 жылдары Ресейдің бірнеше облыс қалаларында сулемамен 963 өлім тіркелген болды. Ташкентте 1934-1936 жылдары сулемамен 82, 1937-1946 жылдары 53 улану тіркелген болды. Қазақстанда 1937-1951 жылдары мышьякпен 312 улану тіркелген. 62 улану өліммен аяқталған. Минерализация бұл органикалық заттарды тотықтырып, ішінен биорганикалық заттарды, ақуыздардың комплексті қосылыстарынан бөліп алу процесі болып табылады. Минерализация әдісі элементтердің қасиетіне, мөлшеріне және зерттеуге түскен биологиялық нысанның сипатына байланысты. Мұнда арнайы осы химия-токсикологиялық зертханасында интро 7-ші бөлімде 17-ші кабинетте арнайы зерттеу жұмыстары жүргізілген болатын. 5-ші курс студенттермен бірге. Минерализация түрлері қарапайым жағу. Мыс, марганец, фторлы сутек және кремний фторлы сутек қышқылы иодиттерді зерттеуге қолдану шектелген. Бисмут және мырыш қосылыстарын зерттеуге қолдануға болады. Натрий нитраты және натрий карбонаты қоспасымен балқытылу мышьяк және күміс қосылыстарын күлдеуге ыңғайлы болып табылады. Минерализация бұл ылғалды күлдеу. Тәжірибеде концентрлік күкірт қышқылы қатысуымен жүргізілетін минерализация әдісі кең қолданысты. Реакцияның негізінде мұнда келтірген ақуыз металдармен әрекеттесу арқылы көміртек оксидін, азот оксидін, азот оксидін, күкірт оксидін және судың бөлінуінен бөлек металдың N мөлшерінің бөлінуін атап кетуімізге болады. Минерализация процесі екі сатыдан тұрады. Біріншісі бұл деструкция, форменді элементтерін жоюы. 15-30 минут болатын болса, 100 градус температурада органикалық заттарды терең жою. 3-4 сағат бойы майлы заттар күлденуі 6-8 сағатқа дейін созылады. Күкірт қышқылы және азот қышқылдар қызметтері бионысандағы органикалық заттар тотықтыру. Бұл минерализация басталуында күкірт қышқылы су тартқыш агент ретінде реакция ортасы температурасын көтеріп, азот қышқылымен тотықтырғыш қасиетін жоғарылатады. Азот қышқылы, күкірт қышқылы мен органикалық заттардың құрылысын білдіреді. Сол себепті күкірт қышқылы ары қарай органикалық заттардың тотығуына қатысады, судың булануына байланысты оның концентрациясы төмендейді. Әдістің артықшылығы және кемшілігі. Органикалық заттарды күлдеу салыстырмалы жылдам жүреді, минерализат көлемі аз болып табылады, әдістің сезімталдығы жоғарылатады, кемшілігі сынап қосылыстарының шығыны немесе жоғалту пайда болады. Сапалық талдау. 5 мл минерализатқа 5 мл хлороформмен тамшылатып отырып, 0,1% диффузион ерітіндісін қосамыз. Шайқаған кезде күміс болса, алтын сары түсті бояу пайда болады. Егер хлороформды қабаты жасыл болса, онда сулы бөлігін бөліп алады. Ал хлороформды қабаты 0,1% аммиак ерітіндісінің диффузионның артық бөлігінің жою үшін шайылады. 5 мл 0,15 норматив тұз қышқыл ерітіндісінен хлороформды қабатты шайқағанда, күміс алтын сары түстен жасыл түске бояды және күміс хлориді бөлінеді. Мына төменде келтірген реакция теңдеуіне көруімізге болады. Күміс пен хлорды қосқан жағдайда күміс хлориді тұнбасының комплексінің бұзылады. Сандық анықтау. Көлемдік әдіс темір аммоний квасының қатысында аммоний роденинімен титрлеу. Күмісті 10 мг 96%, 2 мг 128% анықтайды. Фотокалориметриялық әдісте бұл күміс
дитизолмен бір түстік бояу бойынша жұтылу максимумы лямбда 462 нанометрге тең, қалыңдығы жұту қабаты 1 сантиметр кюветада жүргізіледі. Бұл күміс ағзада концентрацияның кең интервалында анықталынады. 0,5, 0,1 миллиграммда 78%, 1 және 10 миллиграммда 97-94% анықталынады. Токсикологиялық мәніне келетін болсақ, тек күміс нитратының токсикологиялық мәні бар, ол теріге күйдіргіш әсер көрсетеді. Металл күміспен және көп уақыт жұмыс істегенде аргирия пайда болуы мүмкін. Тіндерде металл күмістің жиналуы. Сонымен қатар біз жоғарыда да атап кеткен болатынбыз, аргирия терінің жылтырауы, күміс түсте жылтырауы, яғни күміспен уланғандығын көрсетеді. Көбінесе күміспен улану кездейсоқ болады. Сот химиялық сараптаманың зерттеу заты құрамында күмісі бар шаш боялары болып табылады. Войнер бойынша адам ағзасында 100 граммда қанда ізі, мида 0,103 миллиграммда, бауырда 0,5 миллиграммда, өкпеде 0,4 миллиграммда, сүйектерде 0,1 миллиграмм күміс анықталады. Қолдануы: ақша, валюта, химиялық ыдыстар жасау, ас ыдыстарын жасау, әртүрлі қорытпалар жасау үшін қолданылатында, ғалымдар күмістің қасиеттерін 19 ғасырдың аяғында зерттей бастаған. Соның өзінде күміс қосылған су ағзада көптеген зиянды микро ағзаларды жояды. Адам ағзасында тұмау және жұқпалы ауруларға көптеп бере алмауының себебі иммундық жүйедегі күмістің азаюынан. Күміс тек қана ауру тудыратын элементтерді жойып қоймай, ағзадан зиянды токсиндер мен микробтарды шығарады. Сондай-ақ Роберт Бекер күміс иондарының адам ағзасындағы жасушалардың көбеюіне әсер ете алатындығын дәлелдеді. Ол өзінің ғылыми кітаптарында күміс иондарының қатерлі ісік ауруына шалдыққан адамдардың жасушаларын қайта тірілтіп көбеюіне көмегі барлығын жазған болатын. Күміс препараттары бұл жалпы кең тараған күміс препараттар. Күмістің дозасында мұқият болу керек. Егер күмісті ерітіндіге нормадан көп қосса, онда тіндер күйуі мүмкін. Көз және теріге күміс нитрат ерітіндісінің концентрациясы 2%-ден жоғары болмау керек. Ауыз қуыс арқылы қолданылған препараттарда мөлшері одан да төмен 0,106 болу қажет. Күмістің мұндай аз мөлшерде асқазан бойын жарасы және гастритпен күресе алуы. Дәрілік түрлер бар. Көбінесе ерітінді ретінде қолданған жағдайда біз сақ болуымыз қажет. Күміс препараттары келесі ауруларда қолданылады. Көз аурулары, сосын жарақатты жазылуы, сосын көзге негізгі күмістің қабаттары қолданатын жағдайда жарақаттаған іріңді инфекцияларды жою кезінде, бірақ сақтық шараларын сақтап, арнайы күмісі бар көз тамшыларымен жұмыс жасағанда сақ болу керек. Көбінесе улану себептері осы препараттарды қолданған жағдайда кездесіп жатады. Келесі марганец қосылыстарын қолдану кезінде мүмкін болады. Мысалы, линерленген болат жасауда, линолеум және болат өндірісінде, бояу өндірістерінде, химия лабораторияларында, дезинфекциялық штат ретінде, криминалдық түсік тастауларда осы марганец қолданылған жағдайда біз уланып қалу мүмкіндіктері жоғары болып қалады. Сапалық анықтау кезінде марганец 1 мл минерализатқа 5 рет дистилленген суды қосады. 1 мл натрий гидрофосфатының қаныққан ерітіндісін темірді жасыру үшін қосады. 0,2 грамм калий периодатының құрғақ тұзын немесе 0,5 грамм аммоний персульфатын және марганец калий периодатымен тотыққан кезде диамино теосульфат толық ыдырағанша 20 минут қайнаған су моншасына қыздырады. Екінші жағдайда марганец минерализаты анықталғанда қызғылт немесе қызыл күлгін бояу пайда болады. Екінші реакция бұл 1% күміс нитрат ерітіндісінің катализаторының қатысында жүреді. Ал сандық анықтауға келетін болсақ, мұнда марганецтің калий периодатымен тотығу реакциясы сапалықта санақта нақтылауда қолданады. Сапалық анықтауда анықталған перманганат ионының бояуын оның оптикалық тығыздығын өлшеуде қолданады. Ол үшін оны 10 мл сумен араластырады. Боялған ерітінді тығыздығын фотоэлектрокалориметрде H57 лямбда 525 нанометр қалыңдықта, ол 1 сантиметр қабатты жұтатын кюветада өлшейді. Калибровты графигін калий перманганатының нақты ерітіндісі бойынша тұрғызады, ал салыстыру ерітіндісі су 10 граммда ағзада марганец мөлшерін 98-100% анықтайды. Реакция теңдеуіне келтіргенде периодатпен тотығудан ғана қызғылт бояу пайда болса, онда үлгіде шынайы марганецтің болғаны. Ал екі жағдайда болса,
боялу онда марганецтің шынайы дозадан жоғары болған, яғни марганецпен уланғандығын зерттеу кезінде анықталынады. Токсикологиялық мәні бұл өндірісте қолданылуында металлургия, химия, глазур және эмаль дайындауда қолданылатын болса, ағзадағы әсері орталық жүйке жүйесіне әсер етеді марганец. Бүйрек, өкпе және қан айналым жүйесін зақымдайды. Ауадағы рұқсат етілген мөлшері 0,10-3 миллиграмм литрге болған болса, марганец және қосылыстармен өткір улану өлімге алып келеді. Өлім себебі калий перманганатымен улану болады. Криминалда ор кезінде көбінесе өлімге пайда болады. Мәйітті зерттегенде шырышты қабаттың күйгені, паренхематозды ағзалардың жүрек, бауыр, бүйректің дегенеративті өзгерісі байқалды. Крылова бойынша ол 100 грамм бауырда 0,103, 0,140 миллиграмм, бүйректе 0,106, 0,128 және 0,104, 0,116 миллиграмм марганец болу керек. Организмге марганец өкпе арқылы, асқазан ішек трактісі арқылы термен түседі. Бірақ клиникалық көріністерінде бұл кезеңнің астениялық формада, орталық жүйке жүйесінің бұзылуы, вегетодистомиямен сипатталады. Науқастардың шағымдары, тез шаршағышы, ұйқышылдық, бастың ауруы, жұмыс қабілетінің төмендеуі, әлсіздік тәбетінің төмендеуі. Сосын екінші кезеңі, оның бастапқы кезеңінде токсикалық энцефалопатиямен көрінеді. Науқастарда гиподинамия, аральды автоматизм, оң симптомдар, маринский және потопка симптомдар, бұлшық ет тонусы жоғарылайды. Үшінші кезеңде ЭКГ-да экстракардиалды өзгерістер, аритмиялар, марганецті паркинсонизм, бас миының диффузиясы, диффузды зақымдануы, дамып экстрапирамидалда симптомның өсуі көрінеді. Емде мына көрсетілген организмнің қарсы тұру қабілетін жоғарылату, сосын витаминдер беріледі. Паркинсонизм белгілері білінгенде полиномиметиктер, циклорал, норакин, амидин, тропоцин, карбин, тағы басқа. Калий перманганатымен уланған жағдайда. Ол калий перманганат әрине өте күшті тотықтырғыш болып табылады. Тіндермен жанасқанда марганецтің қос тотығына күшті етки дейміз ғой, сілті және атомарлық оттегіне дейін ауырады. Клиникалық көріністер бұл ауыз, жұтқыншақ, көмей зақымдалған тіндердің айқынысына байланысты болып келеді. Бұл химия токсикологиялық талдау зерттеу жұмыстарын жүргізген кезде де байқалады. Асқынулар көрсетіледі, абсцесстер, флегмоналар, пневмониялар. Мырыш бұл келесі тұздар мен оксидтер әртүрлі ауырлық дәрежесінде өткір интоксикация тудыратын мүмкін. Медицинада бұл антисептикалық және қабынуға қарсы зат ретінде қолданған жағдайда уланып қалуы мүмкін. Мырыш қосылыстарының улағыштары. Уланудың белгілерінде бұл асқазан ішек жолына тұздар мен мырыш оксидтері шығарылғанда. Өткір уланудың тән белгілері пайда болады. Аузындағы металл дәмі, құсу, кейде қан араласқан жүрек айну, қатты сілейкелену, іштің ауруы, диарея бұл мүмкін болатын жағдайда. Ал мырышпен тозаңмен және булармен демалғанда оқысу, құсу, бұлшық еттердің ауруы, қышқылдарға бай жемістер, томат және тағы басқа дайындалған кезде мырышталған ыдыстарда сақталған аспен уланып қалу оқиғалар белгілі бізге. Сонымен қатар мырыш денеге мырыш қорытуда және балқымалар ауылында бөлінетін булар түрінде жұтатын ауамен денеленеді. Бұл көбінесе жаңағы өндіріс орындарында жұмыс жасайтын мамандарға байланысты. Мырыштың ағзадан мөлшерден тыс асқан жағдайда асқазан бояу жарасы, панкреатиттік, литаргия, анемия, лихорадка, құсу, оқысу, сосын жаңа тыныс алу жолдарының жеткіліксіз дейміз ғой. Сосын жаңағы тыныс алуға фиброздың болуы. Бұл да осы мырышпен улану кезіндегі артық болатын мырыштың ағзадан артық болған жағдайда улану түрлері. Қандай біз клиника токсикологиялық жағдайда алғашқы көмек көрсетуіміз қажет мырышпен уланған жағдайда. Жәбірленушінің зақымдану немесе улы заттармен үзілуден босатыңыз, терезені ашу керек, шектеу киімдерін босату, алкоголь сусындар, минералды сүт, сосын жаңағы ингаляция жасау, соданы деммен жұту. Егер уланған кезде цинк тұздар мен оксидтердің сіңуі туындаса асқазанды жуу керек.
бір жарым литр жылы суға немесе 3% судасын ерітіндісін ішкізіп тілдің тамырын басу арқылы эметикалық шабуыл жасау керек. Мүмкін болатын салдар қандай бізде? Цинкпен уланғанда ауыр асқынулар болмайды. Жоғарғы және төменгі тыныс алу жолдарының аурулары, фарингит, ларингит, трахея, бронхит, улы пневмония, уытты өкпесінің склероз, жалпы аллергия, осындай өзгерістер, анемия, қатерлі ісіктер, ұзартылған жүйелі әсер ету, осыларды атап кетеді. Келесі ауру металдар осы сынап. Медицинада қолданылады, ол вакциналарда консервант ретінде қолданылады. Сынап медицинада жиі қолданылып келеді. Сынап хлориді, баламен іш жүргізетін, меркузал мен промиран, несеп айдағыш. Сынап хлориді мен цианиді антисептик ретінде және майлардың құрамында, амальгама, стоматологияда тіс пломбасы ретінде қолданылады. Осындай қолдану кезінде жіберіп қойған қателіктердің себебінен біз уланып қалу қаупі жоғары болып табылады. Сынаппен қоршаған ортаны ластаудың маңызды көзі бұл сарқынды сулар болып табылады. Техногенді шашырайтын сынап, күйік иіс, суда еритін тұздар, органик қосындылар, экология өте қауіпті болып табылады. Сонымен бірге жауын шашынмен шайылатын, табиғи айналымға кіріп жерге сіңіп, өсімдіктерге, жануарларға сіңіп, біз осы өсімдік жануарларды жемістерді жеген кезде уланып қалу қауіптері болады. Сынаптың буымен қатты улану кеніштеріндегі авариялармен немесе қауіпсіздік техникасының күрделі бұзушылықтармен байланысты болады. Бұл да сынаппен уланудың клиникалық көріністері 8-24 сағатқа шейін дамып, жалпы әлсіздік, бастың ауруы, жұтынған кезде ауру, температураның жоғарылауы, тыныс алу жолдарының қабыну құбылыстары түрінде көрінеді. Содан кейін қызыл іш ауыра бастайды. Асқазан бұзылуы, өліммен аяқталған жағдайда кездесетін кездер болады. Созылмалы улану дамиды және ұзақ уақыт аурудың айқын белгілері өтеді. Сонымен қатар аяқ-қол ауырып, барлық дене дірілдей бастайды. Психикалық қозғыштық пайда болады, жиі есте сақтау қабілеті нашарлай басталады. Сынаппен уланған жағдайда. Мұнда келтірген сынаппен уланудағы алғашқы көмек. Егер ауыр қатты уланған жағдайда сумен ауыз қуысы, асқазанды шайып тастау, содан кейін зардап шеккенге сүт жұмыртқаның ағын сумен көп ішітіп, содан кейін іш жүргізетін ұнтақ беруге болады. Қатты әсіресе ингаляция уланған кезде зардап шеккен зақымдаған аймақтан шыққаннан кейін тыныштықта қалдырып ауруханаға жатқызу. Алдын алу бұл сынаптың болуы және оның қосылыстары бөлінетін орын жайларда тамақты сақтау және ішу, сонымен қатар шылым шегуге болмайды. Мұндай жерде жұмыс істеп болғаннан кейін киімді ауыстыру керек. Душ қабылдау бұл енді алдын алу шарты. Перманганат, калий перманганатымен 0,25% ерітіндісінде ауыз шаю, тісті тазалау керек. Берілген нормадан асатын 0,1 миллиграмм, 3-тен бастап 10 миллиграмм метр кубқа дейін концентрация кезінде будан сақтану үшін сүзгіш газ қағаздарды және респираторды қолдану керек. Висмут келесі металл, бұл ауыр металл. Медицинадағы висмуттың қосылыстарын қолдану. Бұл дезинфекциялаушы құрал ретінде 150 жылдан бері қолданылып келе жатыр. Олар мерезді және көптеген қабыну процестерін ерімейтін тұзардың пайдалы әсері бұрыннан белгілі. Висмут нитратты ас қорыту жүйесінде пайда болатын қабыну процестерін емдеу үшін қолданады. Висмуттың метаболизмі бұл адам ағзасына суға, тамаққа және ауаға кіреді. Асқазан ішек жолында висмуттың жұтылуы өте аз. Сіңуден кейін ол эритроциттердің қанында кездеседі. Бал тіндерінде және органдарда әбден мүмкін. Висмут бүйрек, бауыр, сүйек, көк бауыр және мида жинақталынады. Висмут асқазан ішек жолынан өтіп, нәзік массаны қараңғы түске болады. Және организмнен тос висмут сульфид түрінде босатады. Висмут зәр арқылы шығарылады. Ал улылығына келетін болсақ, висмут ауыр металдарға кіреді және орташа уыттылыққа ие. Оның еритін тұздары өте улы болып табылады. Алайда суда еритін висмут тұздары өте аз, сондықтан олардың улану ықтималдығы аз. Негізгі көріністері келтірілген ұйқышылдық, есте сақтау қабілетінің төмендеуі, орталық жүйке жүйесінің зақымдау белгілері, жүрек қызметінің аритмиясы, әлсіздігі, ауыз қуысының пигментациясы, күшті жұту, фарингит және стоматит, тыныс алу және диарея жүрек айнуымен қосу, уытты гепатит, зәрде және басқа тәбет жоғалу кездері табылады. Металдардың ішінде хром. Адам ағзасында хромның мөлшері 6 миллиграмм болатын болса, хромға өзі күрделі болып табылатын
зерттеу жұмыстарында хром толығымен құрамы қалыптаспаған қосылысты глюкозаға төзімділік факторы деп аталады. Бұл комплекс инсулинмен синергетикалық түрде әсер етеді. Егер құйрықтар мен тышқандарда хром жетіспеушілігі ұйымдастырғанда глюкозаға төзімділік төмендейді. Гипергликемия және глюкоразия дамиды. Хромның токсикалық әсерінің негізгі көзі өнеркәсіп орны болып табылады. Хром бұл асқазан шек жолына түскенде аэрозолмен дем алғанда болуы мүмкін. Хром тұздарының терінің және шырышты қабаттарында тіркену және некротикалық процестерді шақырады. Осындай өзгерістер болады. Хроммен жіті улану кезінде конъюнктивит, ринит, фарингит, бронхит пайда болады. Созылмалы улану кезінде фиброз және өкпе рагына әкеліп соғады. Хромның организмдегі мөлшерін бағалау үшін ол қанды, зәрді, шашты зерттеледі. Және металды хром терімен жанасқан кезде дерматит шақырады. Көбінесе химия-токсикологиялық талдау зерттеу жұмыстарын жүргізген кезде осы хром тұздарын қабылдау, ауызда ащы, дәм, іш айну, сары, қызғылт, жасыл түсті құсық массасын шақыру осы уланудың себептері болып табылады. Сонымен қатар хромат қосылыстар ДНК-ның зақымдалуын әртүрлі жолдармен тудыруы мүмкін екенін көрсетеді. Мұнда кестеде келтірілген ұлттық эффектілер қандай хроммен қосылыстарында. Әлемдегі хром өндіру мөлшері өте жоғары екенін атап кетуімізге болады. 2020 жылға дейін машықты даму. Қазақстанда хромның өндірісі өте жоғары. Онда бізде улану осы хроммен көптеп кездесіп жатыр. Мынау суретте жалпы мәліметтер ретінде біз келтіріп отырмыз. Хромтау қаласы батыс Қазақстан облысында. Хромтау қаласындағы жаңағы хромның қоршаған ортаға қанша зиянкесті екендігін. Минерализация органикалық заттар тотықтыру, күлдеу нәтижесінде биорганикалық заттар ақуыздармен кешені қосылыстар ажырады. Әдісті таңдау зерттелетін элементтер қасиеттеріне, олардың мөлшеріне және химия-токсикология талдауда қабылданған биологиялық нысанның сипатына байланысты. Минерализдеу бұл қарапайым жағу немесе құрғақ бөлу. Қарапайым жағу мысалға мыс, мырыш тұздарын және фторлы сутек және крем фторлы сутек қышқылдарын оқшаулағанда шектеулі сирек қолданылады. Бейсмут, мырыш қосылыстарына да қолдануға болады. Натрий нитратымен және натрий карбонатымен балқыту бұл мышақ және күміс зерттеуге бейімді. Қолданысында аз мөлшердегі нысандарға дәрілік заттарды, органикалық бояуларды, мышақтың органикалық препараттарын анықтауда, зәрдің қалдықтарын, шаштарды, тырнақтарды анықтауда қолданылады. Ылғалды күлдеу бұл тотықтырғыш реагенттермен қышқылды концентрлі күкірт қышқылы қолданатын минерализация, яғни ақуыз бен металдың қосылысынан мына реакция теңдеуінен көруімізге болады. Минерализация процесі екі сатыда. Деструкция 15-30 минутта 100 градус Цельсийда форменді элементтерді жойды. Яғни майлы заттар жойылғанда 6-8 сағат, органикалық заттарда 3-4 сағатта терең жою болып табылады. Күкірт қышқылы және азот қышқылы нысандағы органикалық құрамын тотықтырушы болып табылады. Минерализдеу басталуында күкірт қышқылы органикалық құрамынан суды тазартушы және осы реакция кезінде сұйықта температура жоғарылайды. Азот қышқылында тотықтырғыштық қабілеті жоғарылайды. Ал күкірт қышқылы тотығатын құрамның молекулаларын зақымдайды. Ары қарай органикалық құрамның тотығуына толық қатысуы және судың булануына байланысты концентрация үнемі жоғарылап отырады. Әдістің артықшылығы және кемшіліктерін атап өтетін болсақ, мұнда органикалық құрам салыстырмалы түрде жылдам жойылады, минерализат көлемі шағын, әдістің сезімталдығы жоғары болып табылады, кемшілігі сынапты жоғалтуға мүмкіншілігі жоғары. Азот, күкірт және қорық қышқылдар қоспасымен минерализация бұл әдіс 1934 жылы француз химик Кан ұсынған болатын. Әдістің артықшылығы органикалық заттарды тотықтыру 99%-ға дейін, поливалентті иондар жоғары дәрежеге дейін тотығады, күкірт және азот қышқылдармен минералдалудан уақыт 2-3 есе аз кетеді, тотықтырғыштар аз жұмсалады, минерализат көлемі аз болып табылады. Жүйелі күкіртті сутек талдау әдісі. Бұл катиондардың күкіртті сутек және басқа реактивтермен әрекеттесіп 5 аналитикалық топқа ажыратылып талданатын әдісі. Сынама мөлшері көп болу керек, сынақ жүргізу белгілі тәртіппен ғана жүргізіледі.
Токсикологиялық химия тұрғысынан әдістің кемшіліктері бұл талдаудың ұзақтығы, газ түріндегі күкіртті сутектің жоғары уыттылығы, сапалық талдауды сандық талдаумен жалғастыра алмау, талдау сатыларында зерттелетін иондарды көп жоғалту болып табылады. Металдық уларды бөлшектеп талдау әдісі бұл Крылова әдісі деп атаймыз. Крылова туындаған әдіс бойынша анықтауға қажетті металды басқа металдардан алдын ала бөліп алмай, белгілі ретпен арнаулы ортада pH-на, буфер, жасырушы реактивтер тағы басқа ерекшеліктеріне байланысты анықтаушы металға тән реакция жүргізеді. Металдық улардың сот химиялық талдаудағы арнайыландырған ерекшеліктері мына төмендегі бөлімдер бойынша қарастырылады. Улануға себепкер өте аз мөлшердегі затты көп мөлшердегі биологиялық нысаннан бөліп алу қажеттілігі, бірқатар химиялық ортақ қасиетті 13 элементке зерттеу жүргізу қажеттілігі, зерттеу нысандарының ішкі мәйіт ағзалары өзіндік сипаттар, ішкі мәйіт ағзаларында барий, висмут, басқа да табиғи металдық қосылыстарды жеткілікті. Осыған байланысты металдық уларды сандық анықтау қажеттілігі туындайды. Зерттеулерді жылдам, сенімді және арзан жүргізуге қойылатын талаптар. Бір сынамада улы металға сапалық және сандық анықтауды жүргізу мүмкіндігі. Деструкция әдісімен анықталатын сынақ. Жоғары сенімді және дәлелді әдіс. Әрбір катионға негізгі және қосымша дәлелдеуші екі реакция қолдану қажет. Анықтаушы металға басқа металдар болғанына қарамай, жоғары спецификалық реакция қолданылады. Арнаулы әдістермен бөгет жасайтын металдарды реакцияға түсірмейтін, селективті жағдай жасап, айғақтайтын металға реакция жүргізу. Жоғары сезімталды реакциялар қолдану, бірақ ағзадағы табиғи элементтермен реакция түспеу. Оларды айғақтау әдістемелері қарапайым және қол жеткізерлік әдістемені орындауға көп уақыт кетпеу керек, қымбат қондырғыларды қолданбау керек, реактивтерді қажет етпеу. Бұл негізі қойылатын талаптардың топтары. Иондарды жасыру бұл маңызды процесс болып табылады бізде. Ізденістегі ионды анықтауға бөгет жасайтын ионды реакцияға түсірмес үшін осындай жасыру дейміз. Бұл иондарды жасыру әдістер бөгет жасайтын иондарды тұрақты кешендерге айналдырады. Тотықтырғыштар немесе тотықсыздандырғыштар көмегімен валенттіліктерін өзгертеді, pH көрсеткіштерін өзгертеді. Негізгі әдіс комплекс түзу реакциялар болып табылады. Жасырылған иондарды жасыру реактивтермен босату үрдісі бұл демаскировка, яғни жасыруды қайтару болып табылады. Қатарлар ережесі бұл Тананаевтың қатарлар ережесі деп аталынады. Сулы ортада алдыңғы металл өзінен кейінгі металды хлороформда ерітілген карбаминатынан ығыстырып шығарады. Металдардың дитизонатты және ДДК белсенділік қатары. Яғни көріп отырғаныңыздай басталынған сынаптан бастап күміс, мыс, никель, кобальт, қорғасын, висмут, кадмий осы металдардың қатарлары. Яғни өзінен кейінгі металл, мысалға атап кететін болсақ, хлороформнан ерітілген карбаминатынан ығыстырып шығарады қатарларын ережесін. Дитизион, дифенил, тиокарбазол. pH ортасына байланысты дитизион екі түрде бола алады. Бұл енолды түрді, яғни енолды түрі сілтілі ортада. Мұнда реакция теңдеуіне келтірілген. Бұл реакция теңдеуі Мария Дмитриевна Швайкованың токсикологиялық химия кітабынан алған болатын. Кетонды қышқыл және бейтарап ортада. Мына реакция теңдеуі келтірген. Сілтілі ортада қорғасын иондары комплекс түзеді. Қышқылды ортада комплекс қорғасын мен дитизион жойылады. Бұл жағдайда қорғасын иондары сұлы ортаға солымдалады, ал дитизион органикалық фазада қалады. Плюмбум дитизионы сутекпен қосқан жағдайда. Сутекпен дитизионы қосылып, плюмбумның түседі. Цинк дитизонаты. Қызғылт түс берді. Бұл реакцияның сот химиялық тексерістегі нәтижесі теріс мағыналы және минерализаттан хлороформ мен цинктің диэтил дикарбонатты түрінде алудың алдыңғы әдісі болып табылады. Күміс және сынап дитизонаты. Бірдей боялған алтын сары түсті күміс дитизонатын сынап дитизонатының айырмашылығы хлорлы сутек қышқыл ерітіндісін қосқан кезде болады. Күміс дитизонатынан хлорлы сутекке. Мұнда күміс хлоридінің тұнбаны түзілуі және сутекті дитизонат. Бұл жағдайда сынап дитизонаты комплексі бұзылмайды. Оны калий иодиді көмегімен бұзуға болады. Мысалы, мына реакция теңдеуінде келтірген сынап дитизонатымен 4 калий иодиді кешенді комплекстің түзілуі. 4 йодты сынаппен 2 калийдің және калий дитизонатын түзілуі. Натрийдің диэтил дитиокарбинаты.
көптеген 20 металдармен бұл түсі сирек түсті комплекстер олар суда нашарлайды. Мысалы сюрма, кадмий, калий, ДДК, сары түске боялған кобальт және хром, ДДК, жасыл түсті мыс, қою қоңыр түсті мышжақ ДДК, перидиндегі ертіс, қызыл күңгірт түсті. Жұқа қабат хроматографияда ДДК-ның натрийдің қолдануы. Минерализаттан катиондарды бөліп алуда қолданылады. Солай цинк дейді ДДК. pH 8-де 8,5-ге 8,5-ға тең келген. Кадмий мен висмут pH 12. Қышқылдығындағы комплекс бұзылады. Диэтил карбамин қышқылы органикалық еріткіште қалады. Ал металл ионы су фазасында қайталап сорылады. Қорғасын ДДК мыс ионымен байланысты. Қышқылды ортада мыс ионы қорғасын ДДК байланысқанда мыс ДДК комплексін түзеді. pH 3-ке тең. Ортада мыс ионы түссіз қорғасын ДДК комплексімен қорғасын ионын ығыстырып шығарып сары түстен қоңыр түске дейін болатын концентрацияға байланысты. Бұл органикалық еріткіш қабатында мыстың ДДК түзілуі. Қорғасын ДДК мысқа спецификалық реактив болып табылады. Мыс ионын анықтау ДДК мыста бұл сынаппен ДДК сынаптың түзіліп мыстың бөлініп шығу. Металдың ДДК түсті ерітіндісі сандық анықтауды фотометриялық қолданылады. 8 гидроксихинолет. Бұнда сәйкес реакция теңдеуі келтірген висмутпен, висмут сульфатымен 8 калий иодидінде калий висмут 4 йодты висмут калийдің түзілуімен комплексті қосылыс және калий сульфатының түзілуімен ерекшеленеді. Дифенил карбазит. Дифенил карбазит көптеген металдармен ішкі комплексті байланыс түседі. Ол бөлшектік әдісте хром ионын анықтау және зерттеуде қолданылады. Басында хром аммоний персульфатымен тотығу және хромның 6 валентке дейін тотығу. Дифенил карбазитті фенил карбазонға дейін тотықтырып, қызыл күңгірт түсті соңғы комплекстің түзілуі. Хром ионын анықтауда темір және сурма иондары кедергі жасайды. Оларды жасыру үшін фосфор қышқылы ерітіндісі қолданылады. Малахитті жасыл бриллианты. Бұнда 3 фенил метанды бояғыш топтарға жатады. Металл оксидол комплексін және ассоциатын түзеді. Бұнда реакция теңдеу арқылы келтірген малахитті жасыл бриллианттың түзілуі.